Қазір осы балықтарға арнап тұздық дайындаймын. Ол үшін 5 литр су алдым. 10 қасық, ас қасық тұз саламын. Кәдімгідей толтырып. 2, 9, 10. Енді 5 қасық қант қосамын. 2, 5, 3-4 лавр жапырағын саламыз. 5 литр суға осындай көлемде душистый бұрыш және осыншама қара бұрыш саламын. Тұтас қалампыр, бұл жерде 20 шақты данасы. Тұздық қайнады. Енді 1-2 минуттан кейін сөндіріп, оттан түсіріп алдым. Енді бөлме температурасына жеткенге дейін салқындатып аламын. Балықты тұздауға көшемін. Тұздық салқындап дайын болды. Қатарлап осылай бірінің үстіне бірін саламын. Үстінен дайын тұздықты құямын. Көріп тұрғандарыңыздай балық судың ішінде кәдімгідей осылай батып жату керек. Қазір мен ол үшін үстін басып қоямын осылай. Енді осы қалпында бөлме температурасында 2 сағат ұстаймын. Кейін тоңазытқышқа 4 күнге қоямын. Дайын болған балықты көрсетіп жіберейін. Сыртындағы жұқа қабығын аршып, сүйектерінен арылтып, етін бөліп алдым. Осындай көлемде турап алдым. Енді балықты қатарлап сала береміз. Арасына пияз. Үстінен тағы да балық. Сұйық май құйып қоямын. Жеткілікті. Ары қарай бетін жауып, тоңазытқышқа қоя беруге болады. Балық тұздалып дайын болды. Енді тек картопты пісіріп, бір шетінен алып жей беруге болады. Менің парақшамда ерекше рецепттер мен пайдалы ақпараттар өте көп, сондықтан тіркеліп алуды ұмытпаңыз.